Бабасын анасындай көріп алашын, жауына жаға жыртқызбай батырлықтың білген бағасын, алдаспан қылыш асынып азат еткен байтақ даласын. Болашақта түркі тілдес халықтардың ынтымағы артып, Тұран одағы құрылатын болады. Біртұтас ұлт, біртұтас түркі тілдес халықтар, біртұтас мемлекет, біртұтас жоғарғы саналы Homo sapiens ретінде адамзатқа игі істер жасайық. Қазақтың тәңіршілдік сенім танымында адам өз ұрпағы арқылы қайта дүниеге келеді деген ұғым бар. Яғни, адамның жаны өз ұрпағына, немересіне, немесе шөбересіне, немесе шөпшігіне, немесе неменесіне, немесе жүре жадына беріліп, ұрпағы арқылы қайта дүниеге келеді деген түсінік бар. Оған дейін жаны әруақ ретінде қайта өмірге келгенше, әруақ көп өз ұрпақтарын желеп-жебеп кезек күтіп жүреді. Әрине бұл 100% ғылыми түрде дәлелденбеген, бірақ генетикалық код деген бар. Бірнеше ұрпақтан кейін адамның түр-түсі 100% қайталанатыны дәлелденген. Сол сияқты адамның тікелей өзінен ұрпақ тарамаса да, ағайынның ұрпағы арқылы қайта дүниеге келуі мүмкін деген. Сондықтан, қазақтың 300-іне кіретін рулар бір-біріне туыс және бауыр ретінде тұтастай бір ұлтты құрайды. Себебі, біз руымызды да, ұлтымызды да тек әке жағынан санаймыз. Ал шеше жағын ескермейміз. Егер шеше жағынан қарайтын болсақ, кез келген қазақтың қанында 300-дің барлық руларының қаны бар. Сондықтан, тек қазақ халқы біртұтас ұлт ретінде 100-ге немесе руға бөлініп, жік-жік болмай, ауызбіршілік жасап ынтымақ құруы керек. Қазіргі кезде 100-ге кірмейтіндер де қазақпен қыз алысып, қыз берісіп, қазақ болып кеткен. Олар да біртұтас қазақ ұлты ретінде қазақтың мүддесін қорғаса, өздері де алға жылжиды, дамиды. Сондықтан, арабтың дінін өзіне қайтарып беріп, тәңіршілдікті қолдап, қазақтың мүддесін қорғауға тырысу керек. Адамның күні адаммен. Жалған діни мифологиямен миларымызды улауға жол бермеңіздер. Түркі тілдес халықтардың санасын ислам дінінен тазарту әрбір азаматтың борышы.